Сәлем, құрметті достар. Сіздермен әсем Нұр. Бүгін сіздермен диктантты қатесіз жазудың 3 жолымен бөлісетін боламын. Егер сізге видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Диктантты қатесіз жазуға бола ма? Қатесіз жазу үшін не істеуіміз керек? Әрине, ол үшін мынадай әдістер мен ойындарды қолдануыңыз қажет. Бүгін сіздерге диктантты қатесіз жазудың жолдарымен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Жалпы жазылым адамзат баласының ойлап тапқан ең үлкен жаңалықтарының бірі. Әрі мәдени табыстарының бірі десек те біздер қателеспейміз. Себебі жазу өте қажетті әрекет. Қатесіз жазу дегеніміз әріптерді тастамай, шатыспай анық жазу. Әріптерді дұрыс жазу үшін мына 3 мәселеге дейін қойғаныңыз жөн. Бірінші, әріптерді дұрыс жазу және жеке әріптерді құрастырып жазуға үйрену. Екінші, әріп элементтерінің дұрыс жазуын қадағалау. Үшінші, балаларға жазу жұмысын өте ұқыпты, мұқият қарауға жаттықтыру. Ал енді осы әдістерді толығырақ кеңінен талдайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бірінші әдіс – әріптерді дұрыс жазу және жеке әріптерді құрастырып жазуға үйрету. Оқушыға ең бірінші буындап оқыту, сөздерді буынға бөлгізіп үйрету керек. Буынды дұрыс меңгерген оқушы сауатты жазады. Оқушыларға сөздің құрамын ұғындыру мақсатында, сөздердің дыбыстардан құралатынын білу мақсатында баспалдақтан кім бұрын түседі деген ойынды жүргізетін боламын. Мысалға, ат, ата, атақ, ор, ора, орақ, ұл, ұлы, ұлан. Екінші, әріптердің дұрыс жазылуын қадағалау. Әріптердің дыбыстардың саны үнемі бірдей бола бермейді. Мысалы, ашы деген сөзді алатын болсақ, аяқ. Осы сөздердегі әріп санынан дыбыс саны артық болып келеді. Ал лагер, альбом сөздерінде дыбыс санынан әріп саны артық. Осының себептерін түсіндіруіміз қажет. Және де қысқа и мен ың дыбыстарының жазылуының өзіндік қиындықтары бар. Оны былай көрсетуге болады. Қысқа и және әріптерінен кейін жазылмайды. Тек мына түбірден кейін. Тый, сый сөздерінен кейін ғана жазылады деп ескертуіміз қажет. Келесі тақырыптарымызда қосарлы дыбыстардың анықтамасы туралы толығырақ айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз. Жалпы қысқа и дыбысының емлесі. Дауысты дыбыстардан кейін, мысалға, пый, сый. Сөздің басында ие мен йод. Сөздің ортасында тыйылу, тыйым, тыйған, тыйылу, сыйлық, сыйлайды, сыйды, сыйлау, айғаным, айша, аяйды деген сөздерде сөздің ортасында келеді. Ал сөздің аяғында ай, әй, күй деген сөздерде, сценарий деген сөздерде сөздің аяғында келеді. Үшінші, біздің әдісіміз балалардың жұмыс жазуында өте ұқыпты, мұқият болуын қадағалауымыз керек. Жалпы балаға жұмыс түрін жүргізгенде есте қалғанша жүргізу қажет. Буын диктантын әртүрлі түрде жүргізуге болады. Мысалы, берілген бас әріптен буын құрату, жоқ буындардың орнына қойып, сөздің мағынасын түсіндіру деген сияқты. Сонымен қатар, балаларды буынға бөлгізіп жазу диктант түрлерін өткізу қажет. Егер осы мәліметтер сізге пайдалы болса, менің каналыма тіркеліп бағалап кетіңіз.